Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгіннен бастап Әл-Уафи имам Ан-Науауи таңдаған 40 хадис шархын қазақ тілінде оқитын боламыз. Арабшадан аударған Сыпатай. Әл-Уафи деген кітаптан оқитын боламыз. Мұстафа Әл-Буға, Мухиддин Мицул, Әл-Уафи. Бірінші хадис. Амалдар ниетке байланысты. Мүміндердің әмірі Әбу Хафс Омар ибн Әл-Хаттаб, Алла оған разы болсын, Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, шын мәнінде амалдар тек қана ниетке байланысты, және расында әрбір кісіге ниет еткені тиесілі. Сондықтан, кім Аллах пен оның елшісіне қарай қоныс аударса, ол Аллах пен оның елшісі үшін қоныс аударған болып саналады. Ал кім мал дүние табу не бір әйелге үйлену үшін қоныс аударса, ол сол қоныс аударған нәрсесіне қоныс аударған болып саналады дегенін естідім деген. Хадистің маңыздылығы. Бұл хадис исламның іргетасы саналатын зор мәні бар хадистер қатарына жатады. Әрі ислам негіздерінің бірін кең көлемде түсіндіреді. Ислам діні ғұламаларының пікіріне сүйенсек, шариғат үкімінің көпшілігі осы хадиспен байланысты көрінеді. Әбу Дауд анығында амалдар ниетке байланысты делінген бұл хадис исламның тең жартысын құрайды. Өйткені дін не ашық болады, яғни бұл амал, не жасырын болады, яғни бұл ниет дейді. Имам Ахмад бен Шафиғи амалдар ниетке байланысты деген хадиске ілімнің 1/3 кіреді. Себебі пенде бір істі өзінің жүрегімен, тілі және дене мүшелерінің жәрдемімен істейді. Демек, жүрекпен болған ниет аталған 3 бөліктің бірі болып табылады дейді. Міне осындай себептерге байланысты ғұламалар бұл хадисті өз еңбектерінің беташары етуді қалаған. Мысалы, имам Әл-Бухари Сахих кітабын Ан-Науауи ізгілер бағы, Риядус-Салихин зікірлер, Әл-Азкар және Ан-Науауидің 40 хадисі Әл-Арбауна Ан-Науауия атты 3 еңбегінде осы хадиспен бастайды. Ондағы мақсат шәкірттің назарын білім іздеушінің ниеті тек Алла тағала разылығы үшін ғана болуы керектігіне аудару. Бұл хадистің аса маңыздылығының дәлелі имам Әл-Бухари риуаятында келгендей, пайғамбарымыздың Алланың игілігімен сәлемі болсын, бұл сөздерді адамдарға уағыз, құтпа кезінде айтқандығы және Омардың Алла оған разы болсын, оны құтпасында пайдаланғандығы. Бұл тұрғыда Әбу Убайд хадистердің ішінде бұдан әмбебап, бұдан маңызды және пайдасы көп хадис жоқ дейді. Хадистің айтылу себебі. Ибн Масғуд, Алла оған разы болсын, біздің арамызда Умму Хайс атты әйелге құда түскен бір адам болды. Бірақ әйел оған қоныс аудармаса күйеуге шығудан бас тартқанды. Сөйтіп ол қоныс аударып сол әйелге үйленеді. Кейін біз оны Умму Хайстың қоныс аударушысы деп айтатын болдық, деп айтқан. Келесі бір риуаятта Ибн Масғуд, Алла оған разы болсын, кім дүние байлығы секілді бір нәрсеге жету үшін қоныс аударса, оның алар сауабы Умму Хайс атты әйелге үйлену үшін қоныс аударған адамның алған сауабындай болады. Ол Умму Хайстың қоныс аударушысы деп аталады деген. Хадисті және оның неге жөн сілтейтінін түсіну. Ниет қажетті шарт. Діни міндеттер жүктелген адамның істеген амалдары ниет болғанда ғана шариғат заңы тұрғысынан есепке алынатынына және оған сауап берілетініне ғұламалар бір ауыздан келіскен. Намаз, қажылық, ораза және сол сияқты арнайы ғибадаттарға ниет ету сол құлшылықтың рүкіндеріне жатады. Сондықтан ниетсіз болған ондай ғибадаттар дұрыс деп есептелмейді. Ал құлшылықты орындаудың алғы шарты саналатын дәрет немесе ғұсыл туралы айтсақ, бұл жайында ханафилер ниет олардың кемел болуының және сауап жазылуының қажетті шарты болып табылады деген. Ал шафиғилер мен басқалар ниет олардың дұрыс болуының да қажетті шарты, өйткені алғы шарттар тек ниетпен ғана дұрыс болады дейді. Ниеттің уақыты мен орны. Ниеттің уақыты ғибадаттың алдында. Мысалы, намаздағы бірінші тәкбір, такбиратул ихрам немесе қажылық кезіндегі ихрамға кіру. Ал оразаға тоқталсақ, таңсәрінің білінуін бақылап отыру қиындық тудырғандықтан оған алдын ала ниет ете берсе болады. Ниеттің орны жүрек. Оны тілмен айту шарт емес. Ниет етушінің ниеті нақтыланып,
басқаларынан ажыратылып алынуы қажетті шарт. Мәселен, намазға жалпы ниет ету жеткіліксіз. Адам қай намазды оқитынын, бесін, екінді тағы басқа нақтылап алуы керек. Қоныс аударудың, хиджраның міндеттілігі. Дінін ашық орындауға мүмкіндігі жоқ мұсылманға кәпірлердің ортасынан ислам өлкелеріне қоныс аудару парыз. Бұл үкім әр уақытта күшінде қалады және шектеусіз орындалады. Ал пайғамбарымыздың, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жеңістен кейін қоныс аудару жоқ деген сөзі мұсылмандар Меккені алған соң, оның ислам діні тараған аймаққа айналып, одан қоныс аударудың қажеті болмай қалғандығы себепті айтылған. Сондай-ақ хижра сөзі Аллах тағаланың тыйым салғандарынан қашықтауды білдіреді. Мәселен, мұсылманның өз бауырымен 3 күннен артық араздасуы, ер кісінің әйелімен қосылмай қоюы араб тілінде осы сөздің етістігі арқылы келтіріледі. Мұндағы айта кетер жайт, кейде мұсылманға күнәкар бауырынан бас тартуы уәжіп болады. Сол сияқты оған өзіне мойынсұнбайтын әйелін жазалау ретінде белгілі бір уақытқа тастап қоюға да рұқсат етіледі. Хадистегі өзге де пайдалы мағлұматтар. Бұл хадис, егер біреу ізгі іс істемекке ниеттенгенімен оны іске асыруға ауру, өлім, тағы басқа кедергілер бөгет болса, ол адамға сол сауаптың жазылатынын білдіреді. Әл-Байдауи: іс амал ниетсіз дұрыс болмайды. Өйткені амалға аспаған ниетке сауап жазылады, ал ниетсіз істеген іс босқа кетеді. Жан тәнге қандай болса, ниет те амалға сондай. Тән жансыз өмір сүре алмаса, жан да дәл сондай. Бұл дүниеде тәнмен байланыссыз өз көрінісін таба алмайды деген. Бұл хадис фани дүниеде сәттілік, ақыретте сауап тауып, азаптан құтылуымыз үшін бізді құлшылықтарымызда ықыласты болуымызға үндейді. Онда Аллах тағаланың разылығына жетуге ұмтылуды ниет ету арқылы кез келген игі істің ғибадатқа айналатыны баяндалады. Құрметті жамағат, Алла баршамыздан разы болсын. Амалдар ниетке байланысты деген хадистің түсіндірмесі міне осындай болды. Ендеше құрметті жамағат, әрбір істі істердің алдында ниетімізді қадағалайық. Алла баршамыздан разы болсын. Аман сау болыңыздар.